Hey бәріңе ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Хисока. Бүгін біз өзіміздің фамамызға автопарк жинайтын боламыз. Біздің балансты 800 мың рубль бар және 2 Мерседес бар. Бұл екеуінде мен көрдім, екеуінде бірден слит етіп жібере салайын. Селкар деп 220 мың рубльге кетеді екен. Екіншісінде тура үстіп алып селкар деп 220 мың рубльға слит етіп жібереміз. Және біздің фамада дом жоқ болған соң арзамастан квартира алатын боламыз. Осылайын арзамасқа қарай аттанамыз. Переходпен арзамастан шығатын боламыз. Енді бізге осы дом қатты ұнайды. 437 FP 437. Ішіне кіреміз, соки класын аламыз және бұл домды сразу углы-щит етіп тастаймыз. Углы-щитом. Углы-щитом. Бірінші уровень автоматический дверь, екінші уровень аптечка. Және солай углы-щит етіп тастаймыз. Достар, мен ютубты бірінші мәрте түсіріп жатырмын. Тиктокта түсіремін, білесіздер. Видео қызық болса лайк басып тіркеліп кетейік. Екінші, біз домымызды төлеуге келдік. Айын біздің баланста 0 рубль бар екен счетта. Және оған 65 мың рубль саламыз. Мен кішкене тамам ауырып тұр. Осылайынан барып заплатить дом деп 28 күнге төлейміз. Общий 1 ай. 1 ай төлемей жүреміз да енді. Так, енді біз авторыныққа баратын боламыз. Барлығымызда 600 мың рубль. Және бізде осындай бір машина бар тұғын. Осы Dodge Viper деген машинаны сататын боламыз. Бізде біреу руль сұрап тұр. Мен 10 миллион деп едім. Олар 10 миллионға келіспеді, 7 миллионға келісті. 7 деген, птезін сұрады. Маған қатты ақша керек болғаннан кейін мен 7 миллионға сатып жібердім. Осылайынан. Бұл машинаның максималды сатылатын стоимасы 3 миллион 700 екен. Сол себептен біз ЗАЗбен кеттік. Мен бұған ЗАЗ естедім, да, естеді. Удача аратабат. Және ол кидайт етем деді. Және ол маған неше миллионға жіберді екен, 7 миллионға жіберді. Маған қатты ақша керек болғаннан кейін мен қабылдай салдым. Менің фамама кіргілердің кесі FP 437 күтемін. Және біздің барлығымызда 7 миллион 600 миллион болды. Және бізге осындай Grand Prix машинасы қатты ұнап тұр. 1 миллион 400 рубль сұрап тұр екен. Мен 1 миллион сұрақ көрдім. Ол келіспеді. Жарайды деп 1 миллион 100 ұсынып көрдім. Ол 1 миллион 200 ұсынып тұр. Мен деп 1 миллион 200 рубльге сатып алайын деп жатырмын. Осылайынан маған тех паспортын жіберді. Және де 1 миллион 200 рубль минусқа кетті. Және бізде плюс бір авто семьямызға Grand Prix деген осындай спорт, дрифт, комфорт бәрі бар екен. Гидра, пневма. Осылайынан осыны шығып, авторынықтан шығып, средний классқа кіретін боламыз. Средний класстан бізге осындай BMW шығып тұр. E70. Біреу 3-4-1 деп атыр екен. Мен 3-4-4-ке сұрақ көрдім. Өзі 3-8-ге сатып екен. 3-4-4-ке go деп көріп едім. Ол сразу келісті. 3-4-4-ке сразу келісті. Әне 3-4 миллионға сатып алып жатырмыз. Мен алғаны ең бірінші птезін сұрап алдым. Ода износ бар ма, жоқ па? Износ жоқ екен, қарап алдым. Спорт. Пробег 6000 екен, почти. Кейін кидай деп және сатып алдым.
түспей қалыпты видеоға. Одан кейін E34 шығып тұр 1,5 миллион деп. Мен оны 1,4 миллионға сатып алайын деп жатырмын. Сұрап алдым бұдан да E34-тен. E34-тен сұрап алып, сразу 1,4 миллионға кетіп қалды. Біздің фамамызда 3 машина болды. E34, Grand Peak, BMW E70 болды. Және сразу біздің Golden деген сары болғандықтан, сары и сразу біз барып, Южныйға стайлинг центрге барып, сары светке боятын боламыз. Видео ұнап жатса лайк басып, пікір жазып, қолдап отырайық достар. Осылайынан сразу кетіп қалдық. И стайлинг центрге де келіп жеттік. Стайлинг центрде кузовқа кірдік. Кузов свекло сары цветті 16,000 рубльге ауыстырдық. Бізде екінші машина Grand Peak. Grand Peak'ті сразу кузов сары цвет и 14,5 рубльге ауыстырдық. Қалай зор қалды, дерзко. Үшінші машина BMW E70. Онда сразу 42,000 рубльге ауыстырып тастадық. Зор қалды. Осыны домның жанына әкеліп парковкеге қоятын боламыз. Парковкеге қойдық. И фамаға кіріп, сразу 3-ші ранг беріп тастайтын боламыз. Мен фамамда саздар толып қапты. 3-ші ранг бердім. И екінші машина бізде. Бізде Grand Peak видеоға қосылмай қалыпты. Неге екенін білмеймін. Осылайынан бізде 3 машина болды. Фамамызда 3-ші ранг беріп қойдым. Ал біздің автопарк осындай болды. Ал достар, бүгінгі видео соңына да жетті. Видео ұнаған болса лайк басып тіркеліп қолдап кетейік. Менде бірінші рет ютубта видео.